Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын хачапуридің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне аштығымызды және тұзымызды сеуіп, жақсылап венчикпен араластырамыз және 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Сұйық қоспамызға қантымызды себеміз және венчикпен тағы да араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды аз-аздан електен өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабыспайтындай болып иленуі керек. Иленген қамырымызды 1 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Міне қамырымыз 1 сағаттың ішінде өте үлкен болып көтерілді. Енді осы қамырымызды алып 2-ге бөлеміз. Екіге бөлген қамырларымызды илеп, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте осы қамырларымызды домалақ қылып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың жан-жағына үкіштен өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз және дәл видеодағыдай жасаймыз. Ірімшік неғұрлым көп салған сайын хачапурimiz соғұрлым өте дәмді болып шығады. 2 қамырымызды да дәл осындай қылып формаға келтіреміз және ортасына ірімшігімізді тағы да сеуіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған хачапуриіміздің үстіне жұмыртқаның сарысын салып, тағы да 5 минутқа духовкаға қалдырамыз. Піскен хачапуриіміздің жан-жағына сары майды жағып шығамыз. Осымен біздің хачапури по-аджарски дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өз басым бірінші рет жасап көрдім. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Және менің YouTube каналыма лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.